Так, мы приехали вот здесь, департамент экономических расследований по Абайской области, Республика Казахстан, по финансовому мониторингу. Так, вместе с группой адвокатов мы приехали сюда, в город Семей, и сейчас мы приехали для того, чтобы дать показания. И как раз собрали наших пайщиков этого региона, и сейчас хочу вам показать. Так, здесь находятся наши пайщики, вот здесь собрались. Всем привет. Здесь у нас Ардак Балташин. Ардак Балташина, қалайсыз? Жақсымыз, сіздерге қуанып жатырмыз. Өз жақсы сәтті өтуіне тілектеспіз. Аха. Сізді неше рет шақырды? Ой, мені көп, ішінде ең көп деген мен шығармын, 3-4 рет. 3-4 рет сізді шақырды, да? 4 рет это точно. Аха. Хорошо. Сіздің допростарыңыз бәрі дұрыс емес қой, да? Сөйлеген, да. Вопрос задавать еткенде басқаша, мен естігенім. А жазылғанда басқа болған. Все по-другому. Это выявил адвокат, да? Да. 3 күн күтісі. Хорошо, хорошо. Ага. Жақсы. Сіздің настроениеңіз, сізді без конца шақырды ғой, сіз больницте жаттыңыз ғой, да? Рахмет, жақсы. Жаздай маза берген жоқ мені. Бірақ мен келмедім. Сол мені қысты. Мақаншыға кеттім де, Мақаншының роботсына мені... Сіз қазір не үшін келдіңіз? Проблема кооператива есть у вас? Проблемам жоқ. Мен соны Ерлан Елисеевич келгеннен кейін, адвокаттар келгеннен кейін келдім. Заявите им, да, что у вас нет проблем кооператива. Ни к руководству. Ешкімге проблема. Деньги не потеряли. Жоқ, ештеңе жоғалтқан жоқ. Аман-есен пәтерімді алайын деп. Жақсы. Вот здесь у нас должно быть совещание. Девушка на совещании находится. Вы что-то потеряли, деньги, бірдемесе жоғалттыңыз ба? Все нормально в кооперативе? Жақсы, рахмет. Так, апа, сіз не дейсіз? Ой, мен осы жағдаймен келдім. Мен жақсы квартира алып, өзімнің немерелерімге... Алдыңыз квартираны? Квартира алдым, өте ризамын. Өйткені сіздер ешқандай претензия жоқ, жақсы жұмыс істедіңіздер. Біз сендік, сенгеннен кейін осындай жұмысқа кірдік. Ешқандай жаманшылық көрген жоқпын. Неңіз өте жақсы. График бойынша қанша төлеп жатсыз қазір? 70 мың. Отлично, отлично. Сіз бірге әжемен келдіңіз ғой? Аха, жақсы. Енді жағдайды түсіндіңіз ғой? Вот мына алған квартираны, говорят, что это как будто преступным путем пирамида. Да? Ризасыз, да? Неше жыл болды квартирада тұрып жатқаныңызға? 3 жыл. Отлично, отлично. Так, сіз бүгін не үшін келдіңіз? Атыңызды айтып кетіңізші. Динара. Тоже выговорили. Да? Претензий не имею, все нормально у меня. Да? Но сотрудники говорят, что в семье якобы столько людей, все прям имеют претензии. Все пострадали, как будто пострадали. Деньги не потеряли? Жоқ, біз айтпаймыз, ешқандай нәрсе болған жоқ жағын. Ол жақсылықта болды. Все здорово. Жақсы. Динара, что добавите? Нет, нет. Ничего. Жұмыстан қалдыңыз ғой, да? Все, хорошо. Бәрі жақсы болады. Жақсы, аумин. Сіз не дейсіз по этой ситуации? Менде претензия жоқ, мен уже квартира алдым Астанадан. Астанадан? Да, 5 жыл бұрын. Айына 100 мың төлеймін. Я вообще наоборот. Как ваша фамилия? Акылбаева Светлана. Астанада квартира двухкомнатная, Однокомнатная. однокомнатная. Отлично. Вас она устраивает? Конечно. Благодаря кооперативу взяли? Конечно, благодаря кооперативу. Вы, может, пострадали благодаря кооперативу? Нет, нет. Точно? Наоборот. Здорово. Я вот сегодня приехал именно сюда, Семипалатин, Семей, да? Потому что Семей было? Семейга келдім, потому что здесь находятся наши клиенты, наши пайщики. И вот, чтобы защищать каждого нашего пайщика, чтобы здесь не было такого беспредела. Дұрыс па? Ага. Приятно чувствуется тепло администрации? Да? Ага, вот супруг приехал вместе со своей женой, говорит, тоже. Сіз не дейсіз? Жалко, кооперативу не имеем. Ждем. Точно? Результат. Здорово, отлично, отлично. Ага, саламатсыз ба? Ерлан. Сіздің атыңыз? Квартира алдыңыз, очередь тұрсыз? Очередь. Ага, хорошо. Да. Хорошо. Дер қазір не істеп жатқанын көріп тұрсыз ғой? Уже келіп кеттіңіз? Августтың басында шақырту. Проблема кооперативка бар ма? Ешқандай проблема жоқ, очередьтің жақында келеді. Алла амандығын бұйырса. Ага.
күтудеміз. Жақсы, С рахмет. надеждой. С надеждой. Аха. Сіз Кооперативка ешқандай немем жоқ. да? Ақшаңызды жоғалтып жоқса, потому что бәрі айтады, что вы семья палатинске ақша жоқ. Жақсы. Ардақ Балташина, мы с вами, оказывается, преступники, так утверждает ДЭР, а вы помощник. Я помощник Бокушева. Маған новое дело открывает. И с Астаны следственная комиссия келе жатыр деп маған звондады. Как я только это услышал, я прилетел сюда сразу же. Біз Астананың ғана следственный комиссиясынан бұрын келіп қойдыңыз, соған өте рахмет. Біздің адвокатымыз өте жақсы екен. Сразу өте грамотный. Не один адвокат, уже в этот раз два адвоката. Два адвоката, да. Түгел өздері де айтты маған, что екі адвокатпен келіпсіз ғой. Я говорю, конечно, если вы напугали, мен содан бері ұйықтаған жоқпын дедім. Еще Астанада следственный комиссия. Я говорю, мен преступник емеспін. Маған сіздер айтыңыздар дедім, ашып. Кім бізге заявление жазды, қандай не жалобы бар, сіз имеем право на это, на Бокушева или на Елқуатты. Именно кто же? Даже, может, на вас, да? На меня, дедім сначала, на меня, дедім, на Бокушева, на Елқуатты. Мы имеем право на это знать, дедім. Сделайте очные ставки с адаммен, дедім. Открыто вы покажите, мы имеем на это право. Сонымен адвокат айтты, вот, дұрыс вопрос задала, теперь ответьте. Никого нету, да, в общем? Никого нету. Все, кто приходит? У всех позитивное, хорошее мнение. Я не знаю, откуда они взяли. Все здорово. Хорошо. Ал енді бізге сәттілік, бәрі бізге Амансың. аман-есен, бәрі жақсы болып жабылып, кооперативіміз ары қарай жұмысын жалғастыруға тілектеспіз, бәріміз дұғадамыз. Сенеміз, адвокат мықты екен, білімді мыңды жығады дейді, білімсіз бірді жығады дейді. Бағанадан сөйлестік, адвокатымызбен өте білімді, грамотный адам екен. Алла жар болсын, Ерлан Елесұлына өте рахмет. Жан ұшырып, сонау Ақтөбеден ұшып келіп біздің қасымызда біз керемет поддержка сезініп отырмыз. Действительно сабырлы, сізге Құдай тағала жол берсін. Қаншама зат өтіп жатқанда менің өзім айтамын ғой, ужас деп, мына 4 рет шақырған мен уже өзімді бір действительно уже преступниктердің қатарына мен қайда айтып кеткенімді білмей қалдым. Мына кісі по полкам түгел четко, давайте келеміз, түгел жақсы болады деп. Біз енді Астанадан бұрын келдік, следственный комиссия, соны так что бізге түгел жақсы болады. Мен Құдайға сенемін. Все. Да, допрос болып жатыр. Ал енді қазақтарда қазақтарда мақал бар ғой. Тікенегің сенің аяғына кіргенше, тікенек менің басыма кірсін деп. Вот он, департамент экономических расследований. Никакие мы не преступники. Поэтому мы находимся сейчас здесь, вот здание. Здесь вот автомашины, не знаю, там задержанное руководство. Кипиша никакого нету сегодня. Адвокат вместе с нашими пайщиками дает пояснение. И вот такая вот ситуация. Поэтому наш видеоотчет, я не знаю, преступники или создатели всех этих финансовых пирамид будут ли вот так приходить даже в семей по Абайской области. Я думаю, что такого быть не может быть. Преступники убежали бы за границу, скрывались бы. Я, как основатель кооператива Елхуата, посчитал своим долгом вместе с адвокатами быть на этом месте и давать пояснения и разъяснять, что такое закон о потребной кооперации и что такое потребительский кооператив Елхуата, который работает четко в рамках именно закона о потребной кооперации. Всем до связи. Мамедов Заур Закироглы вручает человеку, который сегодня был у нас на допросе, и вот как раз это вот работодателю вы отдадите, да? Да. Ага, все. 2-3 вопроса. В присутствии все нормально? Да, все нормально. Я сейчас на допрос выйду, обязательно. Ага, Можно? все, хорошо. Все, адвокат работает у нас. Так, бүгін нешесіз, да? 29-ы, да, 29-ы. Сағат неше болды? Қарап жүріңізші? Бес болды. 5 болды. Сіз жаңа дердің ішіне кіріп, кішкентай баламен, сіздің қасыңызда қорғаушы адвокат болды ғой? Болды. Адвокат вообще негізі керек па, керек емес па? Керек. Сіз қалай өзіңізді сездіңіз? Вроде бы сұрақтар қойылды, адвокат өзі айтып отырды, былай, осылай деген сияқты. И как есть деп жауап бердік. Нормально.
Как-то енді, бірақ енді просто бала болғандықтан енді ондай жерге көп шақыра бермегенмен потребовать еттім енді, потому что енді бала болғандықтан, бала қайта кішкене ұйықтап жатты, сол үшін жауап беріп отырдым. Но сұрақтар көп болды қойылған. Но мен претензия ешқандай немеймін деп өзім айттым. Кімге не имеете претензия? Өз ел қуатына ешқандай претензия, кооперативқа. Маған претензия бар ма? Сізге претензия жоқ, сізге керісінше рахмет Ардақ Балташевнаға бар ма? Жоқ, рахмет айтамыз. Ақшаңызды жоғалттыңыз ба? Жоқ, ақшамыз тұр, при желании өзімізге алуымызға болады. Но бірақ та мен әлі сонда қалсын деп шештім, себебі ары қарай елдердің алып жатқанын көзім көріп жатыр. Сондықтан біз де ары қарай аламыз деген үміттеміз. Енді айтыңызшы маған, адвокатпен бірге кірген жақсы ма? Адвокатпен бірге кірген жақсы. Көкөді қасында көкейді. Иә. Егер де өткен анда сондай, мен бір сұрақты түсінбедім де қазық қойды бір сұрақты. Қандай? Неге, ой, сіз мына корпоративтің заңсыз екенін білесіз ба деген сұрақ қойды. Сіз білесіз ба заңсыз екенін деп. Сонда мен ойладым да, неге сіздер әлі енді следовательство жүріп жатыр ғой, а сіздер неге онда ертік шығардыңыздар заңсыз деген деп айттым мен. Сондай кездерде мені мысалы адвокат қорғап шықты, неге сіздер өйтіп айтасыздар? Адвокат не дейді сол кезде сол сұраққа? Сол сұрақты сұрады, неге сіздер ондай сұрақ қойып тұрсыздар әлі деген сияқты. Енді әлі нақ шешілмей жатыр ғой. Егер де мен адвокатсыз кірсем, немесе кішкене көзім ашық болмаса, анда мен сасқалақтап қалушы едім. Ал сонда заңсыз ба не, сонда дұрыс емес па бұл деп адамдар андай үрей туындауы мүмкін адамдарға, менің ойымша солай. Енді біз мына Ақтөбеден осы Семейге ұшып келдік қой. Соған қуанасыз ба? Әрине, бізде бір андай бір, енді шын далада қалмағандай чувство болып тұр да. Өйткені бізде сенімділік больше болып тұр, расымен жақсы деген сияқты. Но енді оның алдында да қаншама адамдарды біз видеодан көріп, өзіміз қуанып жатамыз, қарапайым. Енді рас қазір жасыратын адамдардың зарплаталары аз ғой, мысалға айтқанда. Сол өстіп мысалы ақшаларын жинап, көп адамдар машина көлікті болып, үйлі болып сөйтіп жатыр осындай корпоративтердің арқасында. Ол деген өте қуантарлықтай жағдай. Сол үшін мен Ардақ апайды қолдау мақсатында енді расында енді танып тұрмын ғой. Сол үшін баламмен болса көтеріп келіп, осы жақта бір жақ шешімін шығарайық деп келіп отырмын. Самое главное, мына кісіге следовательге түсіндірдіңіз ғой, Айданаға. Пирамида емес екенін. Мен оны түсіндіріп айттым. Енді пирамидада мысалға айтқанда міндетті түрде сен артыңнан адамдарды шақыру керексің. Ал мұнда сенің өз құқыңда. Шақырғың келсе шақырасың, шақырғың келмесе шақырмайсың деген сияқты. Ол өзіне байланысты. Господин адвокат, можно вас? Господин адвокат, можно вас на секунду? Видео. Господин адвокат, вот здесь интервью, мы сейчас находимся в городе Семей, показать нашим людям, телезрителям, вы сейчас вот с участием нескольких наших клиентов были. Все хорошо. Ситуация? Все хорошо проходит. Уже дружелюбно. Да. Все хорошо. Жауап беріп жатырмыз. Ну, немножко были моменты. Потерялись, но сейчас. Но адвокатпен кірген жақсы. Пусть они говорят. Тілеген арманымыздың бәрі орындалсын аусын, бәріміз аман болайық, сақтықта болайық. Сізге көп рахмет. Адамдардың осындай қарапайым адамдарға қол ұшымызды созып, өзіміздің көмектесіп, бір адамға жамағат болып жатқаныңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Екі дүниеде де бақытты болып, осы жасаған жақсылығыңыз ұрпағыңызға мың есе болып қайта берсін. Деп бата берсін. Үлкен адам сияқты. Иә, дұрыс, әумин, қабыл болсын. Біздің батырымыз не дейді екен? Батырымыз берсе осы ел қуатынан, наверное, машина алатын шығар. Ал жақсы, осындай видео отчет Семей қаласынан сізге беріп тұрмыз. Біздің құрметті үлескерлер.